Алдар көсе мен шайтан. Бар екен де жоқ екен, ерте заманда бір алдар көсе деген қу болған екен. Оның кәсібі әркімді алдау болған екен. Ей ата, мен ақылдасам, болса да жын шайтан арбасам, жұрт істейтін кәсіп көп, алдау мені кәсіп қылсам, деп сұрап атасынан бата алған екен. Күндердің бір күні сол алдар көсе шайтанмен бірге бір ұзақ сапарға шығыпты. Ай жүріпті, жыл жүріпті, бір кезде екеуі де шаршапты. Сонан соң алдар көсе айтыпты: бұлай екеуміз бірдей жаяу жүрмейік, бірімізге біріміз кезек мініп жүрелік, депті. Шайтан мұны қостайды: мұның ақылағы екен, солай істелік. Бірақ жол қайсымыздікі, қайсымыз бұрын мінеміз, әуелі соған келісіп алсақ, дейді. Сонда алдар көсе айтады: біздің қазақ халқында жас үлкенге жол беретін әдеті бар. Жас сұрасайық, кімнің жасы үлкен болса, әуелі кезек соныкі болсын. Сен қашан туған едің, дейді. Шайтан сәл ойланып тұрады да: мен дүниеге келген күні аспанға көзім түсіп еді. Артық кем емес білемін, жер алақандай көлемі, бірақ қана беледі, дейді. Осы кезде алдар көсеге өкіріп қоя береді. Шайтан аң-таң болады. мұның не, әуелі кезек тимейтін болды деп қамығуың ба, деп сұрайды. Алдар көсе оңай бетер өкіреді. Әрі беріден соң ой бауырымда басын жерге сарып жылайды. Не болды, айтшы, деп жалынады шайтан. Сонда алдар көсе кемсеңдеп: сен туған уақытыңды айтқанда менің есіме ескі қайғым түсті. Дәл сен туғанда үлкен бір той болып еді. Атқа шауып жүргенде кенже балам өліп ет деп тағы да өкіріп қоя береді. Шайтан оны көңіл айтып жұбатады: дау жоқ, әуелі кезек сеніңкі. Мін мойныма, жүрейік, дейді. Деуақ мұң екен, алдар көсе шайтанның желкесіне секіріп мінеді. Сонда шайтан: сен қашан уақыт мінесің, деп сұрайды алдар көсе. Мен өлең айтып отырам, сол өлеңім таусылғанша мінем, дейді. Сөйтеді де: деп өлең бастайды. Осылай көп уақыт жүреді. Шайтан әбден шаршайды. Бір кезде: осы сенің әләуләйлің қашан таусылады, деп сұрайды оған. Әләуләйлім әлі таусылған жоқ, ол таусылса әридайым тағы бар, деп жауап береді алдар көсе. Алдардың әләуләйлімі таусылмайды. Шайтан арып талып өлмеші болады. Сонан кейін ол алдардың құтылудың амалын ойлайды. Сөйтіп бір жерде түнеп отырғанды: алдар, осы сен неден қорқасың, дейді. Сонда алдар: мен қазы қарта мен қымыздан қорқамын, дейді. Алдар ұйықтап жатқанда шайтан барып бір жерден қазы қарта қымыз тауып алып келіп алдардың қасына қояды. Оянғанда соны көріп қорқып қашып кетер деп ойлайды. Таңертең алдар көсе әзірлеп қойған тамақты, қымызды ішіп жеп, тойып алып, шайтанның мойнына мініп, тағы да әләуләйлін айтып, жол тартады. Осы әләуләйлім мен әридайдайы айтып, алдар көсе шайтанды бір жыл мініп